Ал балалар, кім жауап береді сұрақтарға? Берілген мақал мәтелді қалай түсінесің? Бірінші мақалды оқи ғой, Бексұлтан. Ауру астан. Ауру астан. Енді түсіндейін ба? Мақал мәтелді. Мағынасын айта ғой. Қалай түсінесіз? Мен оны былай түсінем. Сен зиян тағамды жесең, мысалға фаст фуд, сондай бәрін чипсы, кешки, кола жесең, сен ауру боласың, денсаулығың мықты бол. Яғни ауру астан дегенді сіз түсініп отырсыз, әртүрлі жаңағы денсаулыққа зиянын тигізетін астан да болуы мүмкін деп, иә? Жазира, сіз қалай ойлайсыз? Иә. Менің ойымша, әртүрлі тағамды, яғни болғанда да, болмағанда да аузына сала берсе, одан да ауру пайда болады. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы. Ауруын жасырған өледі дейді. Келесі мақал. Ауруын жасырған өледі дейді. Кім айтады? Ауруын жасырған өледі. Роман айта ғой. Не айтын апай? Аяулым айта ғой. Сіз қалай түсінесіз? Ауруын жасырған өледі дегенді мен былай түсінемін. Кейбір адамдар өздерінің бір мысалы элементарный тұмау аурумен ауырып қалса, ол үйде жатып емделгенді жөн санайды. Олар ауруханаға барғанды дұрыс деп санамайды, үйде жазылып аламын деп ойлайды. Сөйтіп ауру астына бастаса, ол күрделі дертке ұшырауы мүмкін. Сол себепті осы мақалдың мағынасы осында деп ойлаймын. Жақсы. Яғни ауруын жасырған өледі деген осылай түсініп отырсыз, иә? Дұрыс, бұл да бар, иә? Яғни ауруды дер кезінде емдеу керек, иә? Ешкімге айтпай, оны өзінше емделген адам мүмкін оны асқындырып алады, иә? Ондай жағдайлар болып жатады. Ары қарай, ас тұрған жерде ауру тұрмайды дейді. Бұны қалай түсінеміз? Алишер айта ғой. Пайдалы тағаммен қоректенсек? Иә. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды деген, яғни біз жақсы тамақтансақ, денсаулығымызға дұрыс тамақтансақ, онда ауырмаймыз, денсаулығымыз жақсы болады. Жарайды, ары қарай кеттік. Ертеңгі асты тастама, кешкі асқа қарама дейді. Ертеңгі ас дегеніміз қандай ас? Иә? Макар айта ғой. Таңғы ас. Таңғы ас. Таңертең. Дұрыс айтасыздар. Яғни таңертең міндетті түрде таңғы шайымызды ішуіміз. Дұрыс айтасыздар. Таңғы шайды сабаққа кетіп бара жатқанда міндетті түрде ішіп шығуымыз керек екен, иә? Оның маңызы денсаулыққа өте зор дейді. Тәні саудың жаны сау дейді. Макар айта ғой. Тәні саудың жаны сау. Әділет айта ғой. Егер де адам дәрумендері ішінде пайдалы заттарды бар тағамдар жейтін болса, оның жаны сау болады. Себебі дұрыс тамақтанған адамның денсаулығы мол болады. Денсаулығы мықты болады. Менің ойымша тек дұрыс тамақтану ғана емес, ол күн тәртібін дұрыс ұстау. Жалпы денсаулығын айтып отыр, иә? Тәні саудың
жаны сау деп жалпы адамның денсаулығын айтып отыр. Дұрыс айтасыздар балалар. Енді мына сурет бойынша диалог құрыңдар деген болатынмын. Бұл негізі үй тапсырмасы болған, иә, сіздерге? Спортпен айналысу кезде адамның тәні де жаны да сау болады. Сурет бойынша диалог, яғни бұл жерде жаман әдет, мына темекі туралы, иә? Кім диалог құрды бұл жерде? Кім оқиды? Аяулым. Мен құрдым. Ал оқи ғой. Оқи берейін ба? Иә, оқи бере тыңдап отырмыз. Сәлем, сен не істеп тұрсың? Тыныш, ешкім естіп жүрмесін, көріп қоймасын. Мен бұл жерде шылым шегіп отырмын, сен шегесің бе? Жоқ, рахмет, мен шылым шекпеймін, мен салауатты өмір салтын ұстанамын. Сенің де бұл істеп тұрған қылығың және әдетің денсаулығыңды құртады, денсаулығыңа дерт әкеледі. Денсаулық ол менде бар. Мен әлі жаспын ғой. Қайдағы дерт? Жарайды. Шылым шекпесең, бара жатқан жағыңа бара бер. Жарайды, сау бол. Бұл үшін әлі кейін өкініп қалма. Себебі денсаулық адамға ең қажет дүние. Дұрыс, жақсы, өте тамаша, иә? Тағы да бар ма оқитындар? Диалог құрып келгендер бар ма? Иә, оқи ғой. Мен оқысам ба? Оқи ғой, аха, тыңдап тұрмын. Бұл екі баланың сөйлесуі аға мен іні. Сәлем бауырым, не істеп тұрсың? Сәлем, темекі шегіп жатырмын. Тоқта бауырым, ойлан, ол зиянды затқа әуес болма. Оның зияны біле тұра, қалай қолданасың? Сені ата-анаң осы затты үйренсін деп ер жеткізді ме? Сен ойламайсың, темекі еш зиян тигізбейді деп. Ал сен білмейсің, ағзаң қандай заттар зардап шегіп жатқанын. Түсіндім ағатай, ренжімеңіз, енді қолданбаймын. Жақсы, өте тамаша. Ал балалар, олай болса, біз келесі слайдқа көшейік. Балалар, мына жерде қараңыздаршы, сіздерде не көріп тұрсыздар? Суреттерге қарап, өз ойларыңмен бөлісіңдерші. Не айтуға болады? Я, Бек Сұлтан. Спорт. Дұрыс айтасыздар, тағы да? Бұл суреттерде адамда спортпен айналысады. Я, жаңағы спорт алаңы десек болады. Мына жерде жүгіріп жүр, мына жерде бокс, я, мына жерде футбол ойнап жүр деген сияқты жалпы спортпен айналысып жатқан адамдарды көріп тұрмыз. Бұған қарап, бүгінгі тақырыбымызды болжап көрейікші, бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбын. Қалай ойлайсыздар? Неге байланысты болуы мүмкін? Спортқа байланысты болуы мүмкін. Спортқа ма? Иә, спортқа байланысты болуы мүмкін дейді. Жақсы балалар. Соған жақындадық. Міне қараңыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев 16 жасар чемпион әңгімесі. Бердібек Соқпақбаевпен таныспыз ба? Жазушы, ақын. Таныспыз, иә, білеміз. 16 жасар чемпион әңгімесін оқыдыңыздар ма? Жалпы оқығандарыңыз бар ма? Мектепте жүргенде. Я? Я, мен оқыдым. Жақсы, тамаша. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев қазақ балалар жазушысы туралы толық мағлұмат беру. 16 жасар чемпион әңгімесі жайында сіздермен ой бөлісу, талқылау, талдау. Балалар, Бердібек Соқпақбаев бұл қазақ прозасына өзгеше өрнек, ғажайып, сыр сипат берген көрнекті жазушы, балалар әдебиетінің классигі. Бұл кісі 1924 жылы
Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген екен. Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Кейіннен Ресейде курстар оқып білімін жетілдірген. Бұл кісінің біз жаңағы бірнеше осы Нарынқол ауданында, Нарынқол жаңағы ауылында мұғалім болып қызметте істегенін білеміз. Және де осы Алматы қаласындағы жазушылар одағында да қызмет атқарған. Балдырған журналын білеміз, балаларға арналған. Білеміз ба барлығымыз? Осы Балдырған журналында да қызмет атқарған. Жұлдыз деген журналды білеміз, онда да жұмыс істеген екен. Жалпы шығармаларын алып қарайтын болсақ, бірнеше өлеңдер, әңгімелер, прозалар жазған болатын. Соның ішінде мысалы Бұлақ деген өлеңдер жинағы шығарылған. Ол 1950 жылдары шыққан. 16 жасар чемпион деген әңгімесі, мына бүгінгі біздің оқитын, ол 1951 жылдары шығарылған болатын әңгіме. Гаухар деген повесі жазылған. Менің атым Қожа деген повесі бар. Ол менің атым Қожа деген повесін білеміз, балалар? Киносын көрдік па? Менің атым Қожа деген киноны. Балалық шаққа саяхат. Осы Қожаны кім көрді, балалар, бұған тоқтап кететін болсақ? Киносын көрдік. Бұл менің атым Қожа деген жаңағы повесі балаларға өте қызықты болып, тек қана балалар емес, жалпы бұны орыс, украин, француз, өзбек тілдеріне аударған екен. Кейіннен бұны қазақ фильм студиясы киноға түсірген болатын, Тағы да қандай өлеңдерін немесе шығармаларын білеміз, балалар? Қоса отырыңыздар, білсеңіздер. Мына 1940 жылдары соғыс кездерінде өлгендер қайтып келмейді деген. Балалық шаққа саяхат. Балалық шаққа саяхат, дұрыс айтасың. Сондай романы шыққан болатын. Осы өлгендер қайтып келмейді деген романы орыс тіліне аударылған. Бұл жаңағы 40 жылдары жарық көрген, Жақсы. Біз бүгінгі оқитынымыз мына 16 жасар чемпион әңгімесі болған болатын. Мен сіздерге осы 16 жасар чемпион әңгімесін жалпы қысқаша болса да оқыңыздар деген болатын, үйден. Жарайды. Ал енді осы әңгімеге байланысты біз қазір сабақта тапсырма орындаймыз. Балалар, дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күн ретін тақырыпты жазыңыздар. Дәптерімізді ашамыз барлығымыз. Жазып отырмыз ба? Бексұлтан, мен сіздерді көріп отырмын. Бүгінгі күн ретін тақырыпты жазыңыздар дәптерге. Қазір мына тапсырманы орындаймыз. Жазып жатырмыз ба? Ал қараңыздар тапсырмаға. Көп нүктенің орнына қажетті қосымшаларды қойып жаз дейді. Бұл жерде бірінші сөйлемді кім оқиды? Бірінші сөйлемді кім оқиды? Макар оқи қойшы бірінші сөйлемді. Мен оқишы, гигиена аурудың алдын алу, денсаулықты сақтау дегенді. Дұрыс айтасыз, гигиена аурудың алдын алу, денсаулықты сақтау дегенді білдіреді. Бұл жерде біз қандай қосымша жалғадық? Мына жерге қандай қосымша жалғадық? Дың. Ол қандай бізде жұрнақ па, жалғау ма, дың дегеніміз? Ілік септігін жалғау. Дұрыс айтасыз, ілік септігінің жалғауы. Осылай айтып кетеміз. Екінші сөйлемді әділет оқи ғой. Жалғау. Адам денсаулығы оның өмір сүру салтына байланысты. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде қандай жалғау жалғадық? Бұл жерде жалғау жалғанды тағы да.
бұл жерде о ның деген. Оның, яғни ның деген ілік септігінің жалғауын жалғадық. Жақсы, келесі. Макар оқи ғой. Макар үшіншісін оқи ғой. Мен оқи берсем бола ма? Неге Макар оқымай отырсыз? Үшінші сөйлемді. Роман, оқи ғой. Үшінші сөйлем. Оңтайлы дегеннен басталады. ынтылы еңбекпен демалыс тірігітінді тағам дене можете мышку убрать? Шынықтыру, жынылу жеке бас гигиенасын қадағалау зиянды дағдылар бас тарту. Дағдылар, здесь окончание. Дағдылар как будет? Сабырлық сақтау адам денсаулығын. Дағдылар, Дағдылардан бас тарту. дағдылардан, окончание дан, бас тарту. Дағдылардан бас тарту. Сабырлы сақтау адам денсаулығын сақтау. Қандай жалғаймыз? Тарту. Окончание мына жерде Сұлтан айта ғой. Сақтауға Сақтауға көмектеседі. Жақсы балалар, қараңыздар. Демалыс тәртібі. Мына жерге не жалғады? Сақтауға көмектеседі. Тәртібінің ілік септігінің жалғауы, иә? Ары қарай. Тәртібі. Мұнда дағдылардан. жалғанбайды. Дан деген қандай? Ненің жалғауы? Білмейміз ба не? Септік жалғауларын. Дағдылардан. Бексұлтан, дан деген ненің жалғауы? Дан ден танып Табыл септігінің жалғауы. Жазира қайда сабақта? Неге жоқ? Неге қатыспаймыз? Әділет? Шығыс септік. Шығыс септігі. Неге айтпайсыздар? Ары қарай. Денсаулығын сақтауға. Ға деген Шығыс септігін жалғау. бар септігін жалғау. Тез айтсаңыздаршы, уақыт тығыз ғой. Бір тапсырмамен әлі отырмыз 5-ші кластың баласы құсап. Келесі 4-ші сөйлемді оқи ғой. Әділет оқышы тез. 4-ші сөйлемді оқи ғой. Әділет тыңдап тұрмыз. Жеке Әділет, даусыңды шығарсаңшы, дауыс өшіп тұр ғой. Жеке басын гигиенасы дегеніміз күнделікті денсаулықты сақтап, оны нығайтуға бағытталған шаралар. Денсаулықты дейді. Қай септіктің жалғауы? Мына дел деп тұрған атын кім? Дел деп тұрған. Кто это у нас? Дел деп жазылып тұр ғой, атын кім? Мансур. Кто? Мансур, да? Неге аты жөндеріңді жазбайсыңдар? Мен қайдан білем анда дел деген кім екеніңді? Аты жөндеріңді жазып кіріңдер жөндеп, сабаққа кірген кезде. Так, білмедік па мына жерде қандай жалғағанын білмедік па? Септік жалғауын қайталаңдар балалар үйден.
5-ші класстың Сауықты табыс баласынан сұрасақ септіктің біледі жалғауы, қазір. ал оны Ешқайсысына нығайтуға тез деген қоймаймын. ол бар септіктің Бар септік па мына жерде? Д, Д, Т, Т деген қандай септік? Жазира айта қойшы. апай, этот Білмейсіңдер, ешқайсының 5 деген баға алмайсыңдар балалар. Элементарный септік жалғауларын білмей отырсыздар. Ары қарай келесі тапсырмаға көштік, уақытымыз тығыз. Қарандар, 16 жасар чемпион әңгімесі бойынша ақпараттың дұрыстығын тексер дейді. Мен сіздерге осы 16 жасар чемпионды оқуға берген болатынмын, кеше ескерткем, үйде айтқан болатынмын. Ал бірінші сөйлемді қараңыздар. Мұрат Батырбай қария мен Ұлжанның сүт кенжесі. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс апай бұл. Дұрыс, аха. Ары қарай, суық тиеді, шаншу қадалады, сыз өтеді деп сабаққа да жібермейтін. Яғни Мұратты сабаққа да жібермейтін дейді. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс апай бұл. Дұрыс, иә? Мұрат 3 күннен бері ауру дейді. Дұрыс па? Жоқ. Жоқ. Дұрыс. Мұрат 3 күннен бері ауырып жатып қалады үйінде. Иә, суық тиіп, далада ойнаймын деп, жаңбырдың астында қалады да, суық тиіп жатып қалады. Ары қарай, балаларыңыздың мықты болып өскеніне өздеріңіз айыптысыздар дейді. Бұларға дәрігер айтады өстіп, ата-анасына. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс емес апай. Неге дұрыс емес? Әңгімені оқымадыңыздар ғой? Ол мықты болып өскен жоқ. Дұрыс. Дұрыс, бұл да дәрігер айтады, иә? Жаңағы балаларыңыздың өздеріңіз айыптысыздар дейді. Мықты болып өскеніне. Ары қарай, таза ауада ойнауына бөгет жасаңыздар дей ма? Дәрігер осылай айта ма? Дұрыс емес. Дұрыс емес, дұрыс айтасың. Бұл жерде дәрігер бұлай айтпайды. Ары қарай, күнге күйіп, суға шомылып, жалаң аяқ жүрсін дейді. Үстіп айта ма? Дұрыс болады. Дұрыс, иә, осылай айтады, иә? Яғни, Сөйтіп айтады. баланың, егер баланы кішкентайынан жаңағы мәпелеп, ойбай далаға шықпа, суық тиіп қалады, үйде отыр деп, үйден шығармай, үйдің баласы қылдырып өсірген, ол денсаулыққа зиян екен, иә? Ол бала кішкене далаға шығып жүретін болса, оның суық тиіп қалуы мүмкін, сәл бір жаңбырдың астына қалса, немесе тағы сондай, иә? Бұл әңгімеде де Мұрат деген бала сондай әлсіз болып өседі, иә? Өйткені ол біреудің жалғыз баласы болады. Осы 16 жасар чемпион әңгімесінде Мұрат біреудің жалғыз баласы. Оны мәпелеп далаға шығармай, ыстыққа күйдірмей, суықты тидірмей, үйден шығармай өскеннен кейін, ол өте арық, тамаққа да тәбеті болмай, сондай бір әлсіз бала болып өседі үйінде. Одан кейіннен жаңағы спортпен айналысып, өзін күш жігерін барын спортқа салып, жүгіріп, бокспен айналысып жүріп, өзінің денсаулығын түзеп, кейін ең соңында не болады? Бала чемпион атанады өскен кезде. Бұл әңгімені балалар үйден оқисыздар, иә, басынан аяғына дейін жақсылап оқыңыздар. Келесі сабақта осы әңгіменің мазмұнын сұраймын сіздерден. Жарай ма? Түсінікті ғой, иә? Жақсы, балалар, уақытымыз тығыз. Мына жердегі сабағымызды қорытындылай келе, пысықтау сұрақтарына жауап беріп кетейік, иә? Мұрат қандай бала болатын? Әділет? Мұрат үйдің жалғыз баласы және әлсіз болатын. Иә, жақсы. Аурушаң Оны артта ата-анасы келген бала. қайда шығармайтын? Оны ата-анасы далаға шығармайтын, иә? Ары қарай. Мұрат неше күннен бері ауырып жатыр? Жаңа ғана тапсырмада айтып кеттік, иә? 3 күннен бері ауырып жатыр дедік. Дәрігер оның ата-анасына не деді?
далаға шығарып таза ауамен демалсын. Иә, далаға шығарып, таза ауамен демалсын. Баланың денсаулығы Дұрыс айтасыңдар, балалар, жақсы. Жақсы, олай болса, біз рефлексияға көшейік. Бүгін сабақта ең маңызды мәселе қандай болды? адам денсаулығы және спортпен айналысу. Дұрыс айтасың. Бексұлтан, сіз не айтасыз? Адам денсаулығы мықты болу үшін ол спортпен айналысу керек. Тағы да мына мүмкін емес. иә, тағы да келесі Мансұр, сіз не айтасыз? Адам денсаулығы күшті болу үшін не істеу керек? Далада көп шығу, спортпен айналысу, футбол ойнауға керек және тағы басқа спорт түрлерімен айналысу керек. Макар, сіз не туралы дейсіз? айналысу. Макар. Иә, Макар, сізді тыңдап тұрсыз. Сіз не дейсіз? Дұрыс тамақтану керек, апай. Иә. Макар, бірде-бір рет сабақ айтқан жоқсыз ғой, ештеңкеге қатысқан жоқсыз. Микрофон істемейтін, апай. Микрофон істеп тұрған жоқ. Кімде микрофон істемей тұр? Роман. Макарды. Адам денсаулығы мықты болу үшін не істеу керек? Роман, айта қойшы. Қазақша айта аламыз ба? Алишер мүлдем сабақта жоқ, енді қойылады. Балалар, бүгінгі сабақта қандай білік дағды алдыңдар? Не үйрендіңдер? Кім туралы білдіңдер? Жазира. Бүгін сабақта мүмкін емес нәрсе жоғын үйрендік, аурушан баланың өзі чемпион болып жатқанын білдік. Жақсы. Мансұр, сіз не айтасыз? Сабақта не үйрендіңіз? Бүгінгі сабақта не алдыңыз? Сабақта спортпен айналысу, үйде көп отырмау керек жоқ, далада шығу керек, және тағы басқа достармен айналысу. Жақсы. Жақсы, балалар, сабаққа қатысуларыңды қалай бағалайсыңдар? Қандай баға бересіңдер өздеріңе? Бексұлтан? Жарайды. Балалар, уақытымыз тығыз қалды. Ары қарай. Үйге тапсырма, мынаны скрин жасап аламыз. Бұл үй тапсырмасы сіздерде. Қандай зиянды әдеттер бар, мына жерге тізіп жазамыз. Мысалы, темекі тарту, арақ ішу, бұл жерде зиянды, адам денсаулығына зиянды әдеттерді жазамыз, иә? Ал мына жеріне қанша адам осы дертке шалдыққан? Қазақстан бойынша интернеттен ақпараттарды іздейміз, табамыз, иә? Оның салдары қандай болады? Оның салдарынан адам қандай зардап шегеді, сол туралы жазып шығамыз әрқайсысына. Осы дертке шалдығудың себебі неде? Адам не себепті осы дертке шалдығуы мүмкін? Өз ойларыңызды жазасыздар. Ары қарай, онымен қалай күресуге болады? Соңында бұл дертті жеңіп шығуға бола ма өмірде? Оған ол үшін не істеу керек? Міне сондай себептерді жазасыздар. Түсінікті ғой, үй жұмысы? Түсінікті, иә? Жақсы, балалар, олай болса, Moodle платформасына кіріп, белгіленіп кетіп, ол жерден де тапсырманы орындап, Moodleға саламыз. Жарай ма? Мына үй жұмысын орындап, тоже Moodleға салып жібересіңдер, дәптерге орындап. Түсінікті ма? Одан кейін әңгімені
Модуль істеп тұрған жоқ. А? Модуль істеп тұрған жоқ. Істеп тұрған жоқ. Онда біраздан кейін қашан істейді, сол кезде кіріп тексеріп тұрыңдар, кіріп тапсырманы орындайсыңдар. Жарай ма? Ал олай болса жақсы, балалар сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Аха, Сау сау болыңыз. болыңыздар. Болыңыз апай.